Ахмет Жұбанов атындағы дарынды балаларға арналған республикалық қазақ мамандандырылған музыка мектебі-интернатының 10 сынып оқушысы Өмірсерік Ернар. Оқуға құштар мектеп жобасы аясында Ахмет Жұбанов атамыздың 120 жылдығына арналған интеллектуалды сайыс арнайы видео номинациясының үміткерімін. Менің тақырыбым, менің ұстазым, менің мақтанышым. Біздің интервьюді тамашалаңыздар. Өзіндік сырлыда саз дүні мен оркестрге әр беретін бұл аспап габой деп аталады. Музыканттар бұл аспапты лирикалық әуендердің патшасы деп атайды. Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, профессор Темір Тікішев еліміздің тұңғыш кәсіби габойшысы. Сіздің габой аспабына келуіңізге не себеп болды? Мен 1950 жылы Оралға мектеп-интернатына оқуға түстім. 3 жыл 5-ші, 6-ші, 7-ші сыныпқа дейін мен виолончель аспабында оқыдым. Керемет мұғалімде Бұрақ Мейлер деген. Сосын 7-ші сыныпты бітіргеннен кейін міндетті түрде біздерді колледжге, училищеге ауыстыратын болды. Сосын мен габой аспабын таңдап, сол маған ұнап қалды. Бірінші рет Орал колледжде мұғалім келді, габойдан беретін, Юрий Алексеевич Ким деген. Сол жылы габой ашылғаннан кейін сол габойға бардым. Ағай, Ахмет Жұбанов мектебінде габой сыныбын ашу қиындыққа түсті ме? Қандай қиындық, маған ешқандай қиындық болған жоқ. Мен өзім габойшы болғасын, мен Москвадан бітіріп келдім габой аспабын, академияны бітіріп келдім. Тамаша профессорды Пушников деген мұғалімдік жұмысы менің 1956 жылы Орал қаласынан бастаған. Мен 56 жылы сол габойдан екі оқушы беріп, маған мен сол оқып жүргенде, студент болғанда Оралда колледжде уже содан бастап габой классында жұмыс атқарып. Ағай, Ахмет Жұбанов мектебінің бұрынғы оқушыларының мен қазіргі оқушыларының деңгейі қандай? Ахмет Жұбанов өзі көп мына мелодия, күйлерді жинап, өңкей өзі осындай Қазақстанның ауылдарына, облыстарына, райондарына барып жүрді ғой. Сонда таңдаған балдарды тыңдап, ауылда айтты. Сонда айтқан сөзі Ахмет Жұбановтың. Мінекей, мен көріп тұрмын, мінекей, міне қазақ балдарының тыңдап тұрмын. Осы мінекей, ауылда жүрген балдар музыкадан ешқандай хабары жоқ. Мына кәсіби музыкадан. Осы мына балдардың бәрі талантты балдар. Осы балдарды алып келіп Алматыға. Осы мектепке алып, сосын кәсіби үйретсе, осы балдар профессиональный, нотный грамота профессиональный. Ахмет Жұбанов айтқан таланттардың бәрі ауылда деп. Біздің деңгейіміз қазір өте жоғары. Біздерде күнде 3-4 сағат жазып тек сонда ғана. Мен мысалы габойда 75 жыл ойнаймын. 75 жыл
мен перерывсіз тек қана самолетке отырғанда ойнай алмаймын. Мен даже поезда кетіп бара жатқанда да поезда да әзірленетін. Қазірдің өзінде мен үйде бір сағат тек қана сонда сен кәсіби тамаша маман бола аласың. Екі балам, біреу гран-при алды, біреуі бірінші премия алды. Ол өзі сондай Ахмет Қуаныштың 120 тойына үлкен подарок сыйлық болды деп ойлаймын. Сондықтан Ахмет Қуаныштың жатқан жері жарық болсын, топырағы торқы болсын. Мен өзім, мына школда 62 жыл, мен сол Ахмет Қуаныштың өзінің шақырып маған деген несін, сезімін, маған деген артқан аманатын мен толығымен ақтадым деп айта аламын. Әрине. Мен осы видео арқылы өзімнің асыл ұстазым Тикишев Тимир Габдуллиновичқа құрмет пен ризашылық білдіремін. Тамашалағандарыңызға рахмет.